Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Атырау облысы Жылыой ауданының 2021 жылға атқарған жұмыс есебі. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жылыой аудандық мешіттерінде 2021 жылы біршама іс-шаралар атқарылды. Ақпарат және қоғаммен байланыс бағыты. Жылыой ауданы бойынша Facebook 4, Instagram 4, YouTube желісінде 1, Telegramда 2 парақша жұмыс істеуде. Facebookке 300-ге жуық жаңалық жарияланып, 50 мыңға жуық қаралым болған. Instagram бойынша 700-ден астам жарияланып шыққан, 4 миллионға жуық адам қараған. Бақ беттеріне және amin.kz-де 34 мақала жарық көрген. Әлеуметтік желі бойынша парақшаларға 1500-ге жуық видео дәріс жүктелген. Уағыз насихат бойынша өңірлерде рант сапарлары 12 рет болды. Алтынбек Ұтысқанұлы, Қабылбек Әліпбайұлы, Арман Қуанышбаев, Рабиға Төлебай сынды дін мамандары арнайы іс-сапармен келіп, жамағатпен жүздесті. 4500-ден аса адам қатысты. Жалпы аудан бойынша колледж, мектеп мекемелерде жүргізілген уағыз насихат саны 9 рет ұйымдастырылып кездесу өткізді. Күнделікті бесін уағыздары 300-ден аса әртүрлі тақырыпта уағыз айтылды. 30 мыңнан аса адам қатысты. Күнделікті құптан уағыздары 300-ден аса уағыз айтылды. 50 мыңнан аса адам қатысты. Әр жұма намазынан кейін 70-ке жуық жамағатқа намаз оқып үйрену дәрісі жүргізілуде. Жылыой бас иманы қала тұрғындарымен жүздесіп, уағыз айтып, діни кітап таратты. Жылыой жамағатымен рухани отырыс жасалып, уағыз насихаттар айтылды. Жамағат ауыз біршілігін нығайту мақсатында апта сайын мешітке дастархан жайылып, уағыз насихат айтылып келеді. Бір жылда әртүрлі тақырыпта Жылыой ауданына қарасты имамдар тұрақты түрде мешіт жамағатына жүргізген уағыз насихаттар саны 2300-ге жуықтады. Қайырымдылық бағыты. Жыл басынан бері аудан бойынша 822 отбасыға қайырымдылық көмек көрсетіліп, жалпы 16 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Рамазан керуені жобасы бойынша 110 отбасыға азық түлік таратылды. Тайғазан жобасы бойынша 105 отбасыға азық түлік таратылды. Жылыой ауданына қарасты барша мешіттерді қосқанда жыл басынан бері 500-ге жуық отбасыға еттей көмек берілді. 1 маусым балалар күніне орай 40 бүлдіршінге тәттілер таратылды. Мүмкіндігі шектеулі 60 шақты балаларға және ата-аналарға құрмет көрсетіліп, дастархан жайылып, сыйлықтар үлестірілді. Жылыой орталық мешітіне ауданымыздың қарттарына дастархан жайылып, қонақ етіліп, оларға сыйлықтар берілді. Мұқтаж жандарға көмек беру мақсатында Жылыой орталық мешітінің әйелдер жамағаты 2 рет жәрмеңке жасады. Көп балалы 100 отбасыға киім-кешекпен көмек берілді. Ораза айт және құрбан айт мерекесіне 3000 балаға тәттілер таратылды. Ел үлесі пәтерге жобасы аясында 2 жағдайы төмен отбасыға пәтер кілті табысталды. Бас имам Жасұлан Қуанышұлы көп балалы 5 мұқтаж отбасыға 500 мың теңге көлемінде көмек беріп, барлығы 2 миллион 500 мың теңгеге қаржылай қолдау жасалды. Зейнеткерлерге, көп балалыға, шәкірттерге, мүмкіндігі шектеулі жанға, сарапшыға ай сайын 600 нан тегін таратылып жатыр. Оқу ағарту және кадрлық әлеует бағыты. Мешітімізде аталмыш бағыт бойынша мешіт шәкірттеріне төмендегідей дәрістер өткізілді. Құран және таджуид, фикх, ақида, ислам әдептері, ханафи мазхабы бойынша дәрістер жүргізілді. Жылыой орталық мешітінің бас имамының қолдауымен мешіт ұстазы Айнұр Қайратқызының бастамасымен 1 айда исламды үйрен атты курс басталды. Курста 35 нәзік жандылар білім алуда. Аталған курста 1 ай ішінде ақида, фикх, ихсан ілімдерін толық үйреніп шығады. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлының бастамасымен Жылыой ауданының имам ұстаздары Құрманғазы ауданына барып, бірқатар шараларға қатысып, тәжірибе алмасып қайтты. Жылыой орталық мешітінде күн сайын тұрақты түрде құптан намазынан кейін ақида, фикх, ихсан сабақтар өтуде. Және бесін намазынан кейін Құран оқып үйрену және тажуид ілімдерінен дәріс берілуде. Әйелдер жамағатына күнделікті тұрақты түрде Құран оқып үйрену және тажуид ілімдерінен дәріс берілуде. Мешітімізден тұрақты түрде дәріс алып жүрген жамағат саны 155-ке жетті. Атырау облысы Жылыой орталық мешітінің ұйымдастыруымен халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Атырау облысы бойынша аймақтық өкілі Қайрат Аманжолұлы Жылыой ауданы бойынша қоғамдық тамақтану орындары иелеріне семинар өткізді. Жылыой орталық мешітінде жазғы сауат ашу курсында 50 ұл бала, 30 қыз бала тәлім алып, ауылдық мешіттерді қосқанда 120-дан астам бала сауат ашу курсында білім алды. Жазғы сауат ашу курсын оқыған ұлдар арасында азан айтудан және Құран жатқа оқудан жарысы ұйымдастырылды.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы бас мүфти Наурызбай Тағанұлының бұйрығымен Жылыой ауданының мешіттеріне 4 діни қызметкерлер тағайындалды. Асыл дінімізді кеңінен насихаттау мақсатында Құлсары қаласынан отбасылық кеңес беру және оңалту орталығы ашылады. Атырау облысы бас имамы Алтынбек Ұтысханұлының бастамасымен Жылыой ауданында облыс имамдарының көшпелі мәжілісі өтті. Жылыой ауданы әкімі Халел Жамаловтың және Атырау облысы имамдарының қатысуымен жаназа және ас беру мәдениеті тақырыбындағы жиын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы қарасты діни оқу орындарындағы шәкірттер саны: Әбу Ханифа медресесінде 1 шәкірт, Үшқоңыр медресесінде 1 шәкірт, Ақтөбе медресесінде 2 шәкірт, Сарағаш медресесінде 1 қыз бала. Сондай-ақ Түркістан облысы Кентау қаласындағы Балаби қарилар медресесінде 2 шәкіртіміз оқып жатыр. Рухани тәрбие ихсан ілімі бойынша 20 мақала, 149 инфографикалық сурет жазбалар, 29 іс-шара, 135 видео уағыз онлайн, офлайн айтылды. Дін мен дәстүр бағыты: жыл басынан бері 47 жас жұбайлар мешітке келіп некесін қиды. Ажырасуға қатысты 4 арыз шағым түсті. Ерлі зайыптың жұптарға 10 кеңес беру кездесу өтті. Пәтуа бойынша 144 сұрақ түсіп, оларға жауап берілді. Жат діни ағымдармен жұмыс бағыты: жат ағым жетегінде кеткен 70 адаммен жеке кездесу өтті. Сондай-ақ имамдардың тұрақты түрде түсіндірме жұмысының себебімен 11 адам дәстүрлі ислам Әбу Ханифа бағытына қосылды. Жат ағымның алдын алу мақсатында намаз оқу дәлел-дәйектермен Ақида Тахауия имам Матурудидің Таухид кітабы бойынша жамағатқа уағыздар айтылды. Әлеуметтік желілерде онлайн уағыз, жат ағымнан сақтандыру мақсатында инфографикалар және қысқа бейне материалдар жарияланды. Жетістіктеріміз: бас имам Жасұлан Қуанышұлының бастамасымен Құлсары қаласында тағы бір мешіт мүфтияттың балансына толықтай өтті. Мешіт құрылысы басталды. Алдағы уақытта жамағат үшін пайдалануға берілетін болады. Намаз оқитын залға құнды 17 миллион теңге құрайтын түркиялық жоғарғы сапалы жайнамаз төселіп, мешіт құбыласы 45 СК өзгертілді. Жылыой аудандық орталық мешітіне құны 2 миллион тұратын дыбыс аппараттары барлығы түгелмен жаңартылды. Әйел кісілерге арналған дәріс бөлмесі қосылды. Сондай-ақ арнайы қонақ күтуге арналған қабылдау бөлмесі даярланды. Конференция залы, қабылдау бөлмесі, заманауи ерлер әжетханасы, 50 адамға арналған асхана іске қосылды. Мешіт және мешіт ғимараттардың құжаттары жасақталуда. Мәулет мерекесіне орай мәдениет үйіне өнер қырандары шақырылып, халыққа тегін шара ұйымдастырылды. Әсем әуезді азаншы байқауында 2-ші орынды Жылыой мешітінің азаншысы Арман Абрашев, Атырау облысы мешіт жамағаттары арасында тәні саудың жаны сау кіші аяқ доп жарысы өтіп, Жылыой мешіт командасы 3-ші орын иеленді. Республика бойынша мешіт имамдары 503 мұқтаж отбасыларға үйдің кілтін табыстады.